Келесі бізде есеп y квадрат қосылған 9x тең болады 7x. Бізде осындай теңдеудің дәрежесі бізде 2 немесе одан да көп болғандықтан бізде деген теңдеудің екі жағында бізде бір санға бөлеміз және де сол санға бөлгендегі қалдықтарын екеуін салыстырамыз. Және егер деген осы қалдықтар бірдей болса, екі жақтағы қалдықтар бірдей болса, онда есептің шешімі бар, ал болмаса, онда қалдықтар бір-біріне тең болмаса, онда есептің шешімі жоқ. Енді біз шығарайық. Ең алдымен бізде y квадраттың бізде 7-ге бөлгендегі қалдығын табамыз. Неге 7? Өйткені 7 бұндағы ең қолайлы, ыңғайлы сан болып табылады. Бізде y квадрат бізде 1, 4, 9, 16 бола алады. Және де осындағы бізде қалдықтар 1, 4, 2 және тағы да 2. Және де бізде осы 9 болғандықтан мына жаққа да 9 қосамыз. Y квадрат тең болады 9. Мұны бөлінген 7-ге. Бізде осы 9 деген ол бізде 9 7-ге бөлгенде бізде тағы да 2 қалдық қалады. Және 2 қалдық осы қалдықтар қосылады. Сонда 3, 6, 4, 4. Яғни бізде сол жағы, теңдеудің сол жағының қалдықтары 3, 6, 4, 4 және тағы да басқалары. Енді 7x-ті 7-ге бөлгендегі қалдығын табамыз. Біз таптық. Бізде осы 7 деген 7x осы 7-нің еселігі болғандықтан, оны деген 7-ге бөлгенде бізде 0 қалдық шығады. Яғни бізде сол жақтағы, теңдеудің сол жағы мен оң жағының қалдықтары әртүрлі, және есептің шешімі